Халық шошқа фермасын салғанға қарсы емес деп екі азаматтардан сұхбат алғандағы телеканалда. Қай телеканал еді? Телеканалдан жіберді. Алтай телеканалы ма? Біреуден жіберді. 24, Хабар 24-тен жіберді дейді. Соның енді сіздерге халықтың қаншалықты шындық екенін, соның дәлел ретінде сіздерге қазір халықты көрсетемін сіздерге. Халық жиналды. Қарсы ма, жоқ па, қазір айтып береді ғой. Негізі мынау. Кетті. Иә, міне осындай халықта жиналып жатыр. Ауылдың тұрғындары осында жүзден артық үй болған екен бұрын. Ана жолда айтып кеттім. Енді осында қалғаны 15-ақ үй қалған ғой, 15 үй қалған. Енді міне жерде бізде 30 жылғы Назарбаевтың істеп кеткен саясаты ауылдарды құртып, тізеге отырғызып, тұқ қалдырмай, не су жоқ, тұқ жоқ қып ауылдың бәрі көшіріп жібереді дағы. Енді келіп 14 мың шошқаның фермасын салып береміз, бағасындар ма деп осында кетті. Соған халық не дер екен енді? Сұхбат алайық. Ақсақал, сіз өзіңіз таныстыра кетіңіз. Сіз не дейсіз? Атым Зұлқа Мәденбек, Ұлан ауданы, Ұлан ауылының Ақыметов көшесінде тұрам. Мен ұлы ата бабамыздың